Саламатсыздар ма? Бүгүнкү биздин интервьюбуз оны организмнің көтеруі, ары қарай асқынулар болуы мүмкін. Сондықтан әр адамда әр қалай. Негізі қазіргі кезде технология жақсы дамыған, рактан қорқудың қажеті жоқ. Уақытында қаралып тұрса, профилактика жасаса, емдеуге болады. Рахмет. Ал метастаз болса, ол соответственно қиындау, Әрине, метастаз деген ол уже 4-ші стадия деген сөз, ол кезде уже көмектесу өте қиын болады. Только паллиативный ем. Паллиативный ем деген сөз симптомдарын ғана жоямыз. Мысалы, барлық көп органдарға таралатын болса, барлық жерінен оны алып тастау қиын болады. Қай жері ғана бізге қиындық туғызып тұр, соны ғана операция жасалады. Бір сөзбен айтқан кезде оны дәрігерлерге де пациенттің өзіне де қиындық табылады. Хорошо, рахмет. Тағы сұрақ, қандай скрининг методтар бар? Қазақстан Республика поликлиника несінде сатысында. Бұрын бізде болды ФГДС, яғни строскопия, яғни асқазанның қатерлі ісігіне арналған. Бірақ ол қазір жоқ. Себебі оған пациенттер көп жасауға келіспейді, себебі ешқандай симптомы жоқ. Адамдар өткісі келмейді, біріншіден. Екіншіден ол үлкен шығын алып келеді мемлекет үшін. Сондықтан бұл әдісті алып тастап Жақсы, рахмет. Ал анықтау әдістері қандай симптомдармен сіз айтыңыз бірінші кездері болмайды, иә?
то есть алғашқы кезеңде ешқандай симптом болмайды, бірақ сонда да бір симптомнан басталатын шығар. Қандай симптомдар? Мысалы үшін екінші анықтау әдістері қандай? Симптомдары бірінші диспепсия симптомдар жалпы асқазанға қатысты кез келген симптом болатын болса, мысалы құсу, өксу, асқазан аймағының ауырсынуы, жүрек айну, жаңағы асқазан тұсында қатты ауру болатын болса, күйдіру, қыжыл пайда болатын болса, ол кезде міндетті түрде ракқа бірден күдіктенудің қажеті жоқ, дегенмен ол кезде уже ФГДС түсу керек. ФГДС дегеніміз жаңағы гастроскопия түсу арқылы ол жерде көбіне қанның аурулары болады. Егер соларды уақытында емдейтін болса, уже бізге әрі қарай ракқа жол жоқ. Біз өзімізді профилактика жасаймыз деген сөз. Ал егер ондай симптомдар бар, қатты ауырсыну симптомдары бар, бірақ егер пациент қаралмайтын болса, ФГДС жасамайтын болса, ондай кезде біз ол сыртқа көрінбейтін ісік, онкологияда ісіктер екіге бөлінеді. Көрінетін, яғни дененің сыртында орналасқан, ол уже сыртқы теріде болады. Мысалы, оны біз ешқандай аппаратсыз, күдіксіз, мысалы, сырттай көріп анықтауға болады. Күдіктенеміз. Қатерлі болса, қатерсіз болса, ісікке күдіктенеміз. Ал егер ішкі органдарда болған кезде, ол бізге қиындап келеді. Сондықтан да оны біз жаңағы ФГДС арқылы биопсия жасаймыз, ФГДС арқылы анықтаймыз. Және ФГДС егер жүргізген кезде бәрі таза болса, биопсия қажет емес. Бұл кезде бактериялар табылса, гастроэнтеролог дәрігерлер өздері емдей береді, немесе терапевттер. Ал егер ісікке күдік туатын болса, міндетті гистология алады. Гистология деген сөз сол жерден кішкене тіннен бөлшек алады. Оны арнайы лабораторияға жіберіп тексеріледі. Ол жерде егер ісік клеткалары болса, тіпті күдік болатын болса, оны уже онколог дәрігерге әрі қарай жібереді. Сосын әрі қарай біздер оның қаншалықты екенін анықтап, нағыз диагнозды қойып, уже ем жасалады. ФГДС-тен басқа. ФГДС егер бізде ішкі ісік болатын болса, ол эндофитный, ішке қарай өсетін ісіктер болады. Соны анықтаймыз. Яғни біз камера арқылы асқазан өңештің ішкі бөлігін көреміз. Кейде болады, бұл сыртқа қарай өсетін ісіктер. Іші таза, бірақ асқазанның сыртына қарай өсетін. Ол кезде косвенный признаки дейді, сыртқы признактері болады. Оны біз рентген арқылы контрастпен, барий ішкі арқылы контрастный рентген жасаймыз. Содан кейін асқазанның жаңағы сыртқы жағында не бар екенін көре аламыз. Рахмет. Тағы да қосатын нәрсе бар. Мысалы, бұл ең басты диагностикалық әдістер. Одан басқа бізде көпсінген бірді анықтау, яғни қан құрамында, одан кейін TFF3 дейді, трифол фактор 3. Соны анықтау және де микро-РНК-ны анықтау арқылы ол тоже косвенный, жаңағы тікелей емес, басты емес, бірақ қосалқы әдістерге жатады. Бірақ Қазақстанда жалпы ол қолданыла ма, қолданылмай ма, көпсінген бір анықталады, әлемде гастроэнтерология ішінде бар. Қалған екі әдісті мен көрмедім ешқандай лабораторияда, бірақ қатты іздеген жоқпын әрине, арнайы іздеген жоқпын. Бірақ сіздер енді білетін шығарсыздар, бұл әдістер бізде қалай, қаншалықты дәрігерлердің арасында қолданылады? Оны көп қолданбаймыз, себебі ол бізге біз егер ФГДС-пен көріп тұратын болсақ, ол жерден арнайы ткан биопсия алсақ, оны гистологиядан көрсек, бізге осындай жеткілікті. Бізге біріншіден оңай, екіншіден көп шығынға алып келмейді. Бір сөзбен айтқан кезде бұл жеңіл әрі пациент үшін де, дәрігер үшін де оңай, жеңіл. Содан кейін рентген, ол уже бізге достаточно. Егер рак анықталды деген кезде, одан ары қарай уже онкомаркерлерді қосымша анықтаймыз. Но олардың бәрі пепсиноген, онкомаркер дегендер, олар емнің барысында, емнің қалай жүріп жатқанын, метастаз кезінде, ем алғаннан кейін барып жасалуға болады. Олар как косвенный деп жатырмыз, оны ал бірінші рет анықтаған кезде бізге ФГДС-тің өзі үлкен көмек береді. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ бізде предрак, яғни қатерлі ісіктің алдындағы аурулар деген не бар, понятие бар. Яғни белгілі бір жағдайларда, асқазанның белгілі бір ахуаларында біз айтамыз, мына жерде
скоро егер бұны емдемесе ісік туындауы мүмкін деген жағдайлар бар. Сол қандай аурулар жатады? Предрактный ауруларға ең бірінші статистика бойынша бұл хеликобактер пилори. Оған немқұрайлы қарауға болмайды. Бұл бактерия асқазанның кәдімгі өзінің орнықты отырып алған сондай бактериясы деп айтуға болады. Тұрақты бактериясы. Оны міндетті түрде анықтау керек. Оны қан арқылы анықтауға болады. Лабораториядан және ФГДС арқылы 100% бактерияның бар жоқтығын анықтаймыз. Ол жерде 1, 2, 3 плюсиктермен көрсетеді. Қаншалықты ол жерде бактерия бар екенін. Оны мен осы жерде қосып кетейін, қан арқылы ол ифа етіп, оның ол қосалқы ретінде қосымша ол антиденелер анықтайды. Сол антиденелерге сіздер положительный болса хеликобактер осыны емдеу керек екен деп ол дұрыс емес негізі, иә. То есть бұл қосалқы ретінде, например, сізде ФГДС-тен биопсия алдыңыз, обсемение плюс бар, и плюс еще жаңағы общеанализ крови положительный состав жасаңыз, жаңағы антидене, онда жарайды. А тек қана биопсия жоқ, басқа ешқандай анықтау әдісі жоқ, хеликобактер пилорида мысалы науқас өткен жоқ, тек қанның құрамында жаңағы антидене положительный болса, ол енді бізге күмән тудырады, яғни ол шынымен де бар ма әлде жоқ, оның информативность этого обследования да аз. Сондықтан оған қарағанда бізде басқа мысалы методтар бар, достоверный более, ол мысалы калный антиген, моноклональный антиген хеликобактер пилори немесе C413 личный уясный тест бар, они жасайды, накладно сосын биопсия жаңағы сіз айтып жатқаныңыз обсемение. Сосын рахмет хеликобактердің өте маңызды ретте ол туралы видео бар менде страницада. Керек болса мен свежий жақсы видео түсіремін, ола комментарийді жазып қойып. Айтпақшы, бізге лайк беріп, подписка басып қойыңыздар. Және де будильник бар, қоңырау, яғни біздің жаңа видео шыққанда сіз уведомление аласыз, осы каналда жаңа видео шықты деген сияқты. Енді келесі видео хеликобактер претрактасы қандай тағамдар? атрофиялық гастрит бұл жерде қышқылдығының төмендеуі. Асқазанның қышқылдығы егер де төмен болатын болса да, ол жерде түскен тамақ дұрыс сіңбейді. Асқазанның жаңағы аскорбиновый қышқыл өте аз болады. Ол жерде жаңағы раковый клеткалардың өсуіне қолайсыз жағдай туады. Сондықтан атрофиялық кімде гастрит деген диагноз қойылды ФГДС арқылы. Уже ол кісі жылына бір рет өтіп отыру керек ФГДС, себебі ол жерде рактың туу қаупі жоғары. Ол кісіде өмір бойы анықталмауы мүмкін, немесе аз уақыттың ішінде ол жерде рак клеткалары өсіп шығуы мүмкін. Бұл индивидуальный организмнің қандай реакциясына, иммунитетіне байланысты. Содан кейін гипертрофиялық гастриттер осындай рак ауруларына жатады. Кез келген асқазан ауруының жаңағы белгілері болатын болса, ФГДС жүргізетін болсаңыз, ФГДС ары қарай оның мониторинг жасау керек. Осы гипертрофический гастрит кішкене тоқталайын, өйткені көп науқастар маған келетін науқастардың арасында гипертрофический гастрит деп эндоскопия тұжырымы келеді, бірақ былай үңіліп қарасам, ешқандай биопсия жасалмаған, тек визуалды түрде қарағанда соған гипертрофический гастритке ұқсайды деп заключение жасады. Ол дұрыс емес. Егер сізге гипертрофический гастритке дұрыс емес енді гипертрофический гастрит жазылатын болса, немесе атрофический гастрит деген заключение болса, міндетті түрде сізге биопсия алу керек тілінен. Өйткені ол маңызды бізге. Шынымен де атрофический немесе гипертрофический гастрит болса, бізде уже Гүлбен ханым айтып отырғандай перераковый ауруға жататындықтан бізде четкий мониторинг жасалыну керек. Яғни бұл немқұрайлы қарауға болмайды бастап кетуге. Ал егер ол шынымен де подтверждение болмаса биопсияда бұл гастритті түрлері сонда, сіз спокойно жүре беріңіз. 3 жылда, яғни тек симптомдар пайда болғанда ФГДС жасауға уже болады. Ал басқа жағдайда егер шынымен де сол гипертрофический немесе атрофический болса, онда жылына бір рет немесе 6 айда бір рет ФГДС өту керек, иә? Міндетті түрде. Енді келесі сұрақ, алдын алу жолдары осы қатерлі ісіктің? Алдын алу ең бірінші тек қана ісіктің емес, жалпы асқазанның жұмыс жақсы жасау үшін дұрыс тамақтану керек, суды уақытылы ішу керек, қаншалықты мөлшеріне, салмағына байланысты адамның. Содан кейін кіші дәрет, үлкен дәретті бақылауда ұстау керек. Әрбір адам қазір заманауи видеолар өте көп, интернетте өте көп ақпараттар бар. Содан кейін ұйқының режимін дұрыс сақтау керек. Егер хеликобактер пилори немесе әртүрлі жаңағы диагноз болатын болса, асқазанға қатысты, ЖКТ-ға қатысты жалпы
оны уақытында емдеу керек. Және мысалы дәрігер 3 айдан кейін контроль, 6 айдан кейін деп жатады, жылына бір рет өкіңіз деген, ол жалпы статистика бойынша бүкіл әлемдік қойылған нәрсе. Уже ВОЗ бойынша, яғни бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы дейміз да, олар жайдан жай қойылмайды, себебі ол аралықта контроль керек деген сөз. Сондықтан дәрігерлерді тыңдауға кеңес беремін. Рахмет. Тағы бір жағдай, бір сұрақ туындады жаңа ғана. Стресс қаншалықты жаңағы күйзелістер, осы уайым, стресс, неше түрлі жағдайлар болған, қаншалықты ол егер ұзақ уақыт мысалы болса, 3-4 ай мысалы адамға депрессияға ұшырап, тамақ жемесе, қатты уайымдап жүрсе, стресс қой енді ол адамға ағзаға. Сол кезде қаншалықты риск бар жаңағы негізі стресстен кейін рактың туындауы мүмкін бе, ол миф па, әлде миф емес па? Оны толық зерттеу болған жоқ. Оны қанша ғалымдар зерттеп жатыр, оған психологтар, дәрігерлер бірге жұмыс істеп жатыр. Нақты оған дәлел жоқ. Ол организм қалай көтереді, соған байланысты. Егер стресс зависимый адамдар деп айтады, егер депрессияға түсіп кетіп, адамдардың тұқым қуалаушылығы да бар, плюс ол адамның иммунитеті төмен болатын болса, сол стресске қатты берілетін болса, ол адамда рак туындауы мүмкін. Себебі ол стресс бүкіл нервный клеткаларда, мысалы асқазанның жиырылуы деп жатамыз, бүкіл бұлшықеттердің бәрін спазм бастайды. Бұл міндетті түрде мысалы клеткалардың жалпы организмнің жұмыс жасауына кері әсер етеді. Дисбаланс болады, и ол жерде мысалы раковый клетка деген бізге қажет емес артық клетка нәрселер ғой, олар шығып дамуы мүмкін, оған қолайлы фактор туады. Ал бірақ ол 100% оған алып келеді деген сөз емес. Сондықтан стресс жағдайды максимально қалай стресс келетін болса, соны жеңуге тырысу керек. Рахмет көп Гүлдер ханым, негізі көп нәрсе айтылды деп ойлаймын. Осы видео біздің көрерменге ұнайды, және де өзінің үйіне толып көп сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймын. Бірақ егер сіздерде сұрақтар болса, негізі Гүлдер ханымның Instagram парақшасы бар, және YouTube каналы бар. YouTube каналын енді бастады, бірақ қолдауларыңызды көрсете басты. Ол жақта тек қана рак жөнінде емес, барлық жаңағы маммология жағынан көп тақырыптар қозғалатын болады, и басқа істер туралы айтылатын болады. Сондықтан жазылыңыздар, мені описанияда обязательно ол кісінің Instagram'ын жазамын, және де YouTube каналына ссылка қоямын. Сондықтан егер сұрақтарыңыз болса, астына комментарий жазсаңыз болады, Гүлдер ханым өзі жауап береді. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, жеке жазуға болады Instagram парақшасында. Мен барлық сұрақтарға жауап беремін. Ал бірақ YouTube'ым кішкене данный момент ақсаңдап тұр, болашақта жүргіземін. Бізге уәде етті, жүргізетін болады. Жақсы болыңыздар.